Ассалаумағалейкум, құрметті Маңғыстау тұрғындары. Бүгін Ақтау қаласы 31Б шағын ауданында 18-ші домдағы 2 бөлмелі пәтерді түсіретін боламыз. Жалпы 6 этаж дом 10 подъезден тұрады. Соны 3-ші подъездегі 2-ші этаждағы 2 бөлмелі пәтерді көрсететін боламыз. 2015 жылы салынған Сұңғат есімді ағамыз, яғни застройщиктер салған. Бұл жерге 2-лік, 3-лік, 5-лік қоғамдық көліктер келеді. 31Б-ға қарамас 31А микрорайоны Дана супермаркеті бар. Және көршілес мектептерде бастауыш мектептері бар. Дарын мектебі бар. Қарамарс 31А микрорайонында жаңада мектеп салынып жатыр. Шығыс 2-ге қарама қарсы жолдың бойында орналасқан. Үйдің алды, яғни двор үлкен, бала ойнайтын ойын сауық орталығы бар. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, лайк басыңыздар, комментария өз пікірлерін жаза отырыңыздар. Біздің каналға тіркелмегенде тіркеліп қойыңыздар, жаңадан шыққан видеоларды көріп отырасыздар. Мінеке біз 2 бөлмелі пәтерімізге келдік. Кірген бойда сол жағымызда кладовка, жүк жинайтын бөлме, одан әрі қарай жатын бөлме, зал, қонақ бөлме, ал оң жағымызда санузел, одан әрі қарай ас үй орналасқан. Ендеше жатын бөлмеден бастап сіздерге көрсетейін. Но біздің жаңағы кладовкамыз, жүк жинайтын, айна есігі бар. Аяқ киім, төсек, көрпе, басқа да жүктер және киімдерді ілуге болады. Бұл өзінің кладовкамыз, жүк жинайтын. Мынау біздің жатын бөлмеміз. Жатын бөлменің размері 3 метрде 4,30. Қабырғалары сары түстес ою тәрізді түс қағазбен жабыстырылған. Едені ламинат. Және жатын бөлменің әрі қарай ложда орналасқан, түсіріп көрсететін боламын. Төбесі гипсокартонмен жасалынған. Бұл біздің жатын бөлмеміз. Размері 3-4. Енді мына біздің ложда. Бұның размері 2-2, яғни 2 метрде 2 метр. Жалпы үйдің биіктігі 2,80 деді ғой, примерно 3-ке барады. Міне лождада салқындатқыш орнатылған, көріп отырғаныңыздай. Терезесі бар, пластик терезе. Және әрі қарай қонақ бөлме, залды көрсететін болам. Жалпы қабырғалардың түс қағаздары бүтін, жыртылып жатқан, сызылып жатқан, ондай еш нәрсе жоқ. Коридордың ұзындығы 8 метрде 10 сантиметр. Коридордың ұзындығы. Ал ені 1 метрде 15 сантиметр.
Міне едені ламинат, көрсеңіздер болады. Бәрі әдемі жақсы жасалынған. Ақ түстес, түс қағазға сәйкестендірілген. Бұл біздің қонақ бөлмеміз, зал деп жатады. Бұл қонақ бөлменің размері 3,60-та 4,30. Потологы сол гипсокартон, гүл тәрізді түс қағазбен жабыстырылған. 2 терезесі бар. Қабырғада теледидар орнатылған. Бұл біздің қонақ бөлмеміз. Жалпы үлкен 4 бұрышты болып келген залымыз. Коридорда осындай 2 әдемі люстрасы бар екен. Және қабырғада осындай картинкалар бар. Бұл біздің сыртқы есігіміз, жаңа кірген 1, 2, 3 замогы бар. Кілтенетін домофон. Әрі қарай есіктен кіргенде оң жағымызда санузел. Санузелдің әрі қарай ас үй орнатылған. Енді санузелді түсіріп кетейін. Санузелдің едені, қабырғалары барлығы плиткамен жабыстырылған. Дымоход бар. Көріп отқаныңыздай. Барлығы әдемі, жақсы қаралған. Енді әрі қарай ас үйімізді түсіреміз. Мінекей тағы мына жақтан коридорды бір көрсетіп жіберейін. Бұл біздің 8 метр коридорымыз. Мінекей мынау біздің ас үйіміз. Ас үйде де көріп отырсаңыздар салқындатқыш орнатылған. Яғни осы 2 бөлмеде 2 салқындатқыш кондиционері бар. Мынау біздің тамақ ішіп отыратын орындығымыз. Мынау біздің гарнитур, ас үй гарнитурасы. Жалпы жылы су, мұздай су, газ барлығы келіп тұр. Үздіксіз. Жалпы үйдің артқы көрінісін көрсетіп жіберейін. Үстінде және астында ашылатын терезесі бар. Үйдің артқы көрінісі. Осы жақта жалпы арт жағында салық комитеті орналасқан. Дана супермаркетке өте жақын. Барлық үйдің терезелері темірмен қоршалған. Темір решеткамен қоршалған. Осы біздің 2 бөлмелі үйіміз. Жалпы ауданы айтып кетейін. Жалпы ауданы 56 метр квадрат. 2015 жылы салынған. Бағасы, 2 бөлмелі бағасы бұл үйдің 18 миллион деп отырған. 18 миллион, бірақ келісім бар дейді. Саудаласамыз дейді. Келіп көрсеңіздер болады. Осы видеоны астына описанияға номер қалдыратын болам. Сол номерге звондап барлық сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Енді жалпы осы 31-дағы, осы микрорайондағы, осы 18 домда үйлерді қарасақ, 14 миллион мен 18-19 миллион арасында 2 бөлмелі үйлер сатылып жатыр. Енді барлығы этажына байланысты бағаны қойып жатады. Қазір үйдің бағасы көтерілді. Өздеріңіз білетіндей, бұл 2-ші этаж болғасын бағасын көтеріп отыр. Жалпы саудасы бар дейді, саудаласамыз дейді. Лайк басайық бәріміз, қолдайық. Үй ұнаса жан-жағымызға таратайық, достарымызға, туысқандарымызға, мүмкін бір қазағымыз баспаналы болып қалар. Комментарияға өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Лайк басыңыздар, жазылыңыздар, тіркеліп қойыңыздар.
Сіздер лайк басқан сайын біздердің үй түсіруге деген құлшынысымыз артатын болады. Сондықтан барынша қолдап отырайық, бауырлар. Және сатылып жатқан үйлеріңіз болса, астындағы номерге хабарлассаңыздар болады. Барып видеоға түсіріп жарнамалап береміз. Және біздің Instagram парақшамызды қоямыз осы видеоның астына. Осы Instagramға тіркеліп қойсаңыздар болады. Себебі бұл жерде YouTube'қа салынбаған үйлерде шығып отырады. Арзан үйлер шамамыз келгенше түсіріп отырамыз. Ендеше әр қазағым баспана болсын. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.